Баршаңызға сәлем алейкум. Бүгін осындай өте жұмсақ және дәмді рогалик с повидлом жасаймыз. Ол үшін жылы суға аштықыны салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минут өткен соң 5 шай қасық ұн қосамыз және 1 шай қасық қант қосып жақсылап араластырамыз да тағы да 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін бетінде осындай көбік пайда болады. Енді шым-шым тұз саламыз, қалаған қантты салып араластырамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, жартысын ғана қосамыз. Қалған жартысы бізге рогаликтің бетін жағуға керек болады. Араластырып, енді сұйық май құямыз. Сұйық май құямыз және оның жартысын қосамыз. Оның жартысын салып, араластырамыз тағы да жақсылап. Қамырымыз осындай жабыспақ болады. Бөлме температурасындағы сары майды салып, қамыр илейміз. Мен миксер арқылы қамырды илеймін. Сізде миксер болмаса, қолыңызбен илей берсеңіз болады. Осындай жабыспақ болады. Қасықпен араластырсаңыз да болады. 1 минуттай араластырдым. Енді қалған ұнды салып, қамыр илейміз. Мен миксер арқылы 10-15 минуттай иледім. Сіздер қолмен илесеңіз де 8-10 минуттай илейсіз. Қамырымыз сондай жабыспақ болады, бірақ ұн көп салмаймыз. Сондай жабыспақ болу керек қамырымыз. Енді бір ыдысқа кішкене ұн сеуіп, қамырымызды саламыз. Міне қыздар, видеодағыдай қамыр болу керек. Сондай жабыспақ болады. Ал енді бетін пищевой пленкамен немесе бір салафанмен жауып қоямыз. Жылы жерге 1,5 сағатқа алып қоямыз. Міне 1,5 сағаттан кейін 2 есе өсті қамырымыз. Стөлдің үстіне кішкене ұн сеуіп қойып, қамырымызды кішкене ғана илеп қойсақ болады. Енді 1/8 немесе 9 бөлікке бөлеміз. 8 бөлікке бөлсеңіз дұрыс болады. 1/8 бөлікке бөліп аламыз. Домалатып қойып қоямыз. Тағы да бір 15 минутқа бетін салафанмен не пищевой пленкамен жауып қоямыз. Менде кішкентай 9 қамыр шықты. Енді бетін жауып қойдым 15 минутқа. Енді видеодағыдай қамырымызды жаямыз. Тым жұқа қылдырып жаймаймыз, өйткені духовкаға салған кезде, пісіп жатқан кезде тесіліп, салмасы шығып кетуі мүмкін. Сондықтан тым жұқа жасамаймыз. Менде салмасында алмалы повидло, өзім жасаған. Егер сізде повидло болмаса, вареная сгущенка немесе джем салсаңыз да болады. Дүкеннен сатылып алған повидло салсаңыз да болады. Міне видеодағыдай осылай кесіп қоямыз. 6-7 рет. Осылай видеодағыдай қайталап істейміз. Ақырындап алып, противенің үстіне қоямыз. Барлығы дайын болғаннан кейін тағы да бетін жауып қоямыз да 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін қалған жұмыртқаны осылай бетіне жағып шығамыз. Духовкаға 180 градуста 20-25 минут қызарғанша дейін көресіз. Міне духовкадан шығардым, дайын болды. Өте жұмсақ, прям күшті болып шықты. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіз де болады. Астарыңыз дәмді болсын. Рецепт ұнаса, пікірлеріңізді қалдырыңыз және лайк қойыңыз. Рахмет.